Елназ Қалиахмет, Зейнеп Сұлтанбек, әйелдер кубогының финалы. D4 ATF6, C4 G6, AC3 піл G7, E4 рокировка, ескі үнді қорғанысы. H3, C6, піл E3, D5 орталықты қопарады. CD негізгі орталыққа сарбазды қойдым. Сонымен негізгі орталықта екі тамаша сарбаз бар, және кеңістікті кішкене басып алды. Ат негізгі орталыққа келді, піл D3 алдық, және уәзір A5. Ойының басында уәзірмен ойнаған дұрыс деп есептемеймін. Өйткені барынша фигураларды іске қосу керек. Ат 2, B6, не істеп атқаны түсініксіз, мен үшін H4 орталық тұрақты, сол себепті оң қанатта және сол қанатта шабуыл жасауға болады. H5. Енді Блиц, Рапидте бұлай ойнауға болатын шығар, бірақ классикада, стандартта, финалда бұлай ойнауға әрине болмайды. Ат рокировка, E6 толығымен мұнан бәлігі мұна пілге кедергі жасап тұр. Болды, мұналардың бәлігі не істеп атқаны мен үшін түсініксіз. Ат F4 бірден мұнан алып, содан кейін уәзірді алып келеді деген ойдамын. Піл A6 және айтқанындай ат G6. Бірден шабуыл жасайды. Әрине бұлай алатын болсаңыздар, онда ат E7 шах, содан кейін уәзір H5 шах, және ойын осымен аяқталды деген сияқты. Алдық және піл G6. Көріңіздер, мен үнем айтам, белсенділік ол артық фигуралардан да, артық сарбаздардан да маңыздырақ. Тура F5 алдық және уәзір H5. Енді байқасаңыздар, мына ойыншылардың не істеп жатқаны мен үшін түсініксіз және беймәлім деп атқан. Піл F1, уәзір E8 шах, бұлай және тура F1. Бұлай қарасаңыздар, 1, 2, 3, 4, бірақ бірде-біреуі белсенді емес. Бірде-біреуі бір пайдасы жоқ. Мына қара патшаға. Жалғыз патшаны осы ғана бір піл ғана қорғап тұр. B5, E6 енді өтетін сарбаздың алға қарай ұмтылуы. Уәзір C7, E7 қомағайлар қатарына келдік. Шах және екінші уәзірді іске қосты, осымен ойын аяқталды. Дебютті жөндеу керек.